Бүгін осындай шоколадный пряник жасап көрсетейін деп отырмын. Жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, тез, өте дәмді болып шығатын пряник. Ал онда жасалуына кірісейік. Ал енді ыдысымызға сүтті құйып алайық. Қантты салып, жақсылап араластырамыз. Сүт пен қантты араластырғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жаңағы сұйық майымызды құямыз үстінен. Қасықтың ұшымен тұз саламыз. Сосын соданы уксуспен қайыстетіп аламыз. Содан дәмі шықпау үшін осылай саламыз. Қайтадан барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін құрғақ заттарды, яғни ұн, какао разрыхлительді ситадан өткізіп аламыз да қамыр жасаймыз. Ұнды салғанда қараймыз. Менде ана жақ ыдысымда 500 грамм. Ұнды осылай бөліп араластырып салып отырамыз. Міне қамырды жасап алдық. Қамыр қатты болмау керек. Осындай қолға жабысатындай болу керек. Бетіне енді ұнды сеуіп қоямыз да 15 минутқа қоя тұрамыз. 15 минуттай өтті. Столдың үстіне ұнды сеуіп аламыз да қамырдың жартысын бөліп аламыз. Екі жағын ұнға орнатамыз да оқтамен жайып аламыз. Қолмен де жаюға болады, қамыр қатты болмағандықтан өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай. Сосын формамен домалақ етіп кесіп пісіріп аламыз. Ал енді пряниктің бетіне жағатын сахарный глазурын дайындайық, яғни сиробын. 150 грамм қант, 75 грамм су құйдым. Жақсылап араластырып қайнатамыз. Араластырып тұрамыз, қанты ерісін, осылай қайнайды сиробымыз. Әбден біраз көпіршіктенгенше дейін қайнатамыз сиропты. Болғанын саусақтың ұшымен көруге болады. Екі саусағыңызға осылай жағып тартсаңыз жіп сияқты созылады. Яғни дайын болғаны.
ыдысымызды жаңа сахарный сироппен жағып аламыз да пряниктерімізді салып бүкіл жеріне сироп тиетіндей қылып жағып шығамыз. Шоколадный пряниктеріміз дайын, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.